Арбаға таңылғандар аяққа тұрып, төсек тартқандар тез түрегеліп кетуі мүмкін. Қуан қазақ, отандық ғалымдар ерекше жандарға арналған ерекше құрал ойлап тапты. Арнайы вертикализатор сал ауруы, омыртқа жарығы, сондай-ақ инсульт, бас ми жарақатынан кейінгі күрделі жағдайларды жақсарта алады екен. Жаны қысылған азаматтарды құлан таза айықтыратын құрылғы жайлы авторлардың өз аузынан біліп келдік. Осылай 80 градусқа дейін көтеріледі. Біз барлық детальдарды мұқият қарастырған болатынбыз. Барлығы бүге-шүгесіне дейін ойластырылған, себебі ерекше жандарға ерекше қолайлық қажет. Күрделі құралды Арнұр Апсетер мен Бекнұр Жалғасбек есімді қос студент құрап шығарған. Вертикализатор ұзақ уақыт төсек тартып жатқандардың денсаулығын жақсартып, тез арада оңалту үшін таптырмас дүние екен. Вертикализатор осы ерекше жандарға көптен бері горизонталды күйде жатып қалған адамдарға, яғни ол комадан кейінгі, инсульттан кейінгі және де омыртқасы зақым келген адамдарға көмек береді. Және де онымен қоса грыжаны емдейді. Түсті металдан құралған вертикализатордың салмағы жеңіл, тиісінше ары-бері тасымалдауға өте ыңғайлы көрінеді. Оны жасау үшін авторлар 3 ай уақыт жұмсапты. Жан-жақты зерттеу жүргізген олар Қазақстанда аса қажетті құралдың мүлде шығарылмайтынын анықтаған. Енді еліміздегі ерекше жандарға шетелге шығындалып, ары-бері сандалудың қажеті жоқ. Көрші елдерден, Ресейден, сонымен қатар Украина, Еуропада неше түрлі осындай вертикализаторлар бар. Олардан біздің вертикализатордың бағасы 20-30%-ға арзандау. Сонымен қатар ол жерде мысалы шетелден Қазақстанға тасымалдау құны бар. Сол құндарын бәрін ескерген кезде мүмкін одан да жоғары болу керек. Қазақстан ішінде тасымалдау құны да арзан болады, сонымен қатар жеткізу уақыты тез. Тың құрылғының шамалы бағасы 600 мың теңге төңірегінде. Қазірдің өзінде қос бірдей арнайы орталық қызығушылық танытыпты. Сұраныс көбейсе, ақысы арзандап, тағы бірнеше түрін шығарамыз дейді шабыттанған авторлар. Айзада Оразалы, Мәди Шыңғыс, Еуразия 1 арнасы, Алматыдан.